Төңірегімізде көптеген заттар мен нысандар бар. Біз күнделікті тұрмыста үй жиһаздарын, кітаптарды, дәптерлерді, тамақты, киімді және тағы басқа заттарды үнемі пайдаланып жүрміз. Физика ғылымында осы заттардың барлығы дене деген ұғыммен белгіленеді. Дене ішіні көлемі, массасы бар және кеңістікте орналасқан заттың бір бөлігі немесе бүтін объектісі. Мысалы, үстел үстіндегі кітап, бір денесі ұшып жатқан шыны ыдыс, бір дене жерде жатқан доп, бір дене аспандағы самғап бара жатқан ұшақ, бір дене. Осы мысалдардан көріп тұрғаныңдай денелердің бәрі заттан жасалған. Кітап қағаздан, шыны ыдыс шыныдан, доп резеңкеден, ұшақ металл мен композит материалдардан жасалған. Демек дене заттың формасы, ал зат дененің құрамы. Денелер қатты, сұйық және газ тәрізді күйлерде болады. Қатты денелер өзінің пішінін мен көлемін сақтайды. Сұйық денелер өзінің көлемін сақтайды, бірақ алатын ыдыстың пішінін қабылдайды. Газдардың пішіні де көлемі де ыдыстың формасына тәуелді болады. Физикада зат деп белгілі бір химиялық құрамы бар материалды айтады. Заттар табиғатта кездеседі, немесе жасанды түрде алынуы мүмкін. Заттар мысалы: Су молекуладан тұратын зат, темір атомдардан тұратын зат, оттек газ түріндегі зат, алюминий машина бөлшектері мен фольга жасалатын зат, шыны өндірісте қолданылатын мөлдір зат, ағаш табиғи зат, жиһаз жасауға пайдаланылады. Заттардың бір-бірінен айырмашылығы олардың физикалық қасиеттері арқылы анықталады. Мұндай қасиеттерге мыналар жатады: меншікті жылу сыйымдылығы, заттың температурасын q-ға өзгерту үшін қажет жылу мөлшері; тығыздық, заттың бірлік көлемдегі массасы, формуласы; электр өткізгіштік, заттың электр тогын өткізу қабілеті; жылу өткізгіштік, заттың жылуды тасымалдау қабілеті. Біз күнделікті өмірде түрлі заттарды пайдаланамыз. Ас пісіргенде тұзды, ұнды, майды қолданамыз. Үйді жылытуға табиғи газ немесе көмір пайдаланамыз. Автомобильде бензин немесе дизель отынын қолданамыз. Осылайша заттар тұрмыстық қолданыста кеңінен орын алған. Табиғатта үздіксіз өзгерістер болып жатады. Бұл өзгерістер заттың немесе дененің бір күйден екінші күйге өтуі құбылыстар деп аталады. Физикалық құбылыс дене мен заттың қасиеттерінің өзгеруіне әкелетін процесс. Физикалық құбылыста зат өзгермейді, тек оның күйі, ішіне жылдамдығы, температурасы немесе агрегаттық күйі өзгеруі мүмкін. Физикалық құбылыстар өте көп және әртүрлі. Оларды бірнеше негізгі топқа бөлуге болады. Механикалық құбылыстар денелердің кеңістікте орын ауыстыруына байланысты болатын өзгерісте. Мұнда дене қозғалады, яғни жылдамдығы өзгереді немесе бағытын ауыстырады. Мысалда, допты лақтырғанда оның ұшу, жапырақтың жерге түсуі, моторлы көліктің қозғалуы, өзеннің ағу, желдің соғуы. жылулық құбылыстар денелердің температурасының өзгеруіне немесе заттың агрегаттық күйінің өзгеруіне байланысты болатын процесс. Мысалда, мұздың еруі, қатты күйден сұйық күйге өту, судың қайнауы, сұйық күйден газ күйіне өту, сүті тоңазытқышта салқындату, қыс мезгілінде терезедегі шынының будыға тынуы, термометрдің көрсеткішінің өзгеруі. Электрлік құбылыстар электр тоғының пайда болуына, өтуіне және әсеріне байланысты болатын процесс. Мысалда, Найзағайдың жарқырауы, табиғи электрлік разрядлекті шамының жануы, тоңазытқыштың жұмыс істеуі, қуатты теледидардың, компьютердің қосылуы. Электрлік құбылыстар заманауи өркениеттің негізі. Электрлік құбылыстарда кернеу ток күші, кедергі сияқты шамалар пайдаланылады. Ом заңы бойынша жарық құбылыстары жарықтың таралуына, шағылуына, сынуына және жұтылуына байланысты болатын процесс. Мысалда, күн сәулесінің жер бетіне түсуі, айдың көрінуі; күн сәулесінің айдан шағылуы, көл бетіндегі шағылу; көл бетінің айнадайлығы, призма арқылы өткен жарықтың ыдырауы, радуганың пайда болуы. Дыбыс құбылыстары заттың тербелісінің қаттылық арқылы таралуына байланысты. Мысалда, үрілдеуді есту, естілген сөзді түсіну; тау жағасынан шарылған дыбыс балғаның
соғуынан естілетін дыбыс аспаннан күркіреген найзағайдың дауысы. Дыбыстың таралу жылдамдығы заттың тығыздығына байланды. Дыбыс ауада шамамен жылдамдықпен таралады. Магниттік құбылыстар магнит өрісінің әсеріне байланысты болатын процесс. Мысалда, Магниттік инедің бағытталуы, солтүстікті көрсету, компастың жұмыс істеуі, жердің магнит өрісіне байланысты электромагниттік көтергіш кранның металдарды көтеруі, темір жабыстырғыштың тоғанның ішінен көтерілуі. магниттік құбылыстар техникада кең қолданылады. Электр двигательдері, генераторлар, трансформаторлар. Атомдық және ядролық құбылыстар атом ядросының өзгеруіне байланысты болады. Мысалы, күн сәулесі күн ядросындағы термоядролық реакцияның нәтижесі. Ядролық электр станциялары осы құбылысты тұрмыста пайдаланудың мысалы.